Жігіттер, қатындарыңның пысық домохозяйка, не болмаса бала-шағаңа заботливая мамадан бөлек сендер ескермей жатқан бір керемет функциясы бар. Ол функциясы мама деген сөзді керісінше оқысаңдар, бір емес, екі рет естеріңе түсетін болады. Я, сендер үйленген кезде ойлайсыңдар, ішпейтін, тышпайтын, қышымайтын періштені үйге әкеліп отырғыздым. Енді соның махаббатына лайық болуым керек деп ақшаның қамына кірісесіңдер. Ал өздеріңнің сексуалды похоттарыңды, айуани фантазияларыңды іске асыруға көшедегі тырнақшаның ішіндегі жәлеп қатындар жарай береді деп ойлайсыңдар. Ал сонда үйде тұрған қатынның айуани фантазиялары ше, оның жәлептік желаниялары ше, сенікінен асып түспесе кем түспейтін сексуалды фантазия ол қатынның ішінде де бар екен, прикинь. Ал қимасының қышуы қанбаған қатынның қалған функцияларында глюктардың болуы бұл заңдылық. Сондықтан да ата-бабаң қатынды жұмасына бір қамшылап тұру керек деп астарлағанда